Ассалаумағалейкум армағазақ, каналымызға қош келдіңіз. Қазақстандықтар үшін жақсы жаңалық видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видеомен бір ғана лайк және подписать етемелерін баса кетуді ұмытпаң. Әрбір басқан лайк үшін Кабатуллаға барғасын істау сізге нәсіп етсін. Ал онда біз бастадық. Шілдеден бастап қазақстандықтар грин карта іске қосады. Өзге елде тұратын этникалық қазақтар ата жолы картасы арқылы елге кірген кезде 10 жыл мерзімге тұруға рұқсат алады. Карта шетелде тұратын этникалық қазақтарға азаматтығын сақтап беруге болады. Қазақстандықтар грин карта осы жылдың шілдесінен бастап іске қосылады. Ата жолы картасы бар этникалық қазақтар қарындастарынан айырмашылығы. Олар басқа елдің азаматтары бола тұра Қазақстан Республикасының азаматы менен қандастарымыздың тең құқыққа ие. Медициналық көмек, кепілдік берілетін көлемді шеңбердегі медициналық мекемелердің әлеуметтік төлемдерімен қызмет көрсету. Қазақстан Республикасы еңбек кодексіне және халықтың көші-қон туралы Қазақстан Республикасы заңына сәйкес Қазақстан Республикасы аумағында жұмысқа орналасу. Қазақстан аумағында кәсіпкерлік кодекс және Қазақстан Республикасы өзге құқықтары актілеріне сәйкес кәсіпкерлік қызметтерін жүзеге асырады. Сонымен қоса Қазақстан Республикасы білім туралы заңына сәйкес мемлекеттік білім беру ұйымдарына тегін орта білім алу, мемлекеттік орта, арнайы және немесе жоғары оқу орындарында конкурстық негізде тегін оқи алады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.